Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін біз жаңа сабақпен танысамыз. Пайдалы және зиянды организм деген не? Пайдалы организмдер адамға немесе табиғатқа пайда келетін тірі ағзалар. Мысалы, өсімдіктер оттек бөледі, аралар тозаңдандырады, сиыр сүт береді. Зиянды организмдер адамға, жануарға немесе өсімдікке зиян келтіретіндер. Мысалы, кейбір бактериялар, вирустар, зиянкес жәндіктер. 2. Бұл түсініктер барлық жерде қолданыла ма? Жоқ, барлық жерде бірдей емес. Бір организм бір жерде пайдалы болса, басқа жерде зиянды болуы мүмкін. Мысалы, қасқыр табиғатта тепе-теңдікті сақтайды, пайдалы, бірақ малға шабуыл жасаса зиянды. 3. Барлығы үшін бірдей ме? Жоқ, әр түрлі. Әр адамға, әр ортаға байланысты өзгереді. Табиғатта барлық организмнің өз орны бар. 4. Адамға керекті организмдерді кез келген жерге орналастыруға бола ма? Жоқ, болмайды. Әр организм белгілі бір ортада ғана өмір сүре алады. Егер оны басқа жерге апарса, ол тіршілік ете алмауы мүмкін немесе табиғатқа зиян келтіруі мүмкін, тепе-теңдік бұзылады. 1. Өсімдіктер, саңырауқұлақтар, жануарлар қай жерде өмір сүреді? Олар әртүрлі экожүйелерде өмір сүреді. Орманда, суда, көл, өзен, далада, тауда. Олардың экожүйедегі орны қандай? Өсімдіктер өндірушілер, қорекпен оттек түзеді. Жануарлар тұтынушылар, дайын қорекпен қоректенеді. Саңырауқұлақтар ыдыратушылар, өлі ағзаларды ыдыратады. Экожүйені анықта. Экожүйе тірі ағзалар мен олардың қоршаған ортасының бір тұтас жүйесі. Экожүйенің негізгі компоненттері тірі ағзалар. Өсімдіктер, жануарлар, саңырауқұлақтар, өлі табиғат. Су, ауа, топырақ, жар қандай топтарға бөлуге болады? 3 топ. Өндірушілер, тұтынушылар, ыдыратушылар. Өндірушілер қандай функция атқарады? Күн энергиясын пайдаланып қорек жасайды, оттек бөледі, барлық тіршілікке негіз болады. Тұтынушылар мен ыдыратушылар ше. Тұтынушылар өсімдіктер мен жануарларды жейді, ыдыратушылар өлі қалдықтарды ыдыратып, топырақты байытады. Бір компонентті алып тастаса, не болады? Экожүйе бұзылады, тепе-теңдік жойылады. Мысалы, өсімдіктер болмаса жануарлар тіршілік ете алмайды. Экожүйе өзгере ме? Қалай? Иә, өзгереді. Ауа райының өзгеруінен, адам әрекетінен, табиғи апаттардан жанды және жансыз табиғаттың бірлігі деуге боламы? Неліктен? Иә, болады. Себебі тірі ағзалар суға, ауаға, топыраққа тәуелді және бір-бірімен тығыз байланыста. Бір тапсырма. Экожүйе компоненттері. Экожүйеде 3 негізгі топ бар. Өндіруші өсімдіктер, мысалы, ағаш, шөп, тұтынушы жануарлар, құс, балық, жәндік, бүлдіруші, саңырауқұлақтар, бактериялар байланыс сызбасы. Өсімдік, жәндік, балық, құс, микроорганизмдер. 2 тапсырма. Сөздерді байланыстыру, тыныс алу, жел, мөлдірлік, газ, ауа күю, ағыс, мөлдірлік, сұйықтық су, мөлдірлік, қатты дене, пайдалы қазбалар, жер, топырақ, жасыл түс, оттегін бөлу, өсу, өсімдік, құнарлылық, қоспа, түбір, топырақ, организмдердің өлі қалдығы, топырақ, қоректену, бүлдірушілер, микроорганизмдер, қозғалыс, қоректену, тыныс алу, өсу, жануарлар. 3 тапсырма. Сурет бойынша тақырып. Көл экожүйесі дәлел. Күн энергия көзі, өсімдік, өндіруші, жәндік, балық, құс, тұтынушылар барлығы бір-бірімен байланысқан. 1. Экожүйе деген не? Экожүйе тірі ағзалар мен олардың тіршілік ортасының өзара байланысқан жүйесі. 2. Адам табиғатты қалай қорғайды? Қоқыс тастамау, ағаш отырғызу, жануарларды қорғау, суды, ауаны ластамау. 3. Өндірушілер, тұтынушылар, бүлдірушілер айырмашылығы. Өндіруші өз қорегін өзі жасайды, өсімдік. Тұтынушы дайын қоректі жейді, жануар. Бүлдіруші өлі ағзаларды ыдыратады. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды.
Келесі сабақты көру үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып пікір жазуды ұмытпа.